Үш басты айдаһар жайлы естісеңіз де, екі басты жылан туралы естімегеніңіз анық. Екі басты жылан адамды шақса қауіпті ме? Олар Қазақстанда бар ма? Осы сұрақтарға жауап беріп, басқа да екі басты жануарлар туралы айтатын боламын. Баршаңа сәлем, менің атым Наурыз. Мына жердегі подписаться кнопкасын басып, арнаға тіркелуіңізді өтінемін. Себебі осылайша 100 000 жазылушыға бірге жете аламыз. Ендеше бастаймын. Ең алдымен екі басты жануарлар қалай дүниеге келетінін түсіндірейін. Аналарының құрсағында жатқанда бұлар егіз болып туылу үшін екіге бөліну керек еді. Бірақ екіге бөліне алмай қалғандықтан шала күйінде дамуын жалғастырады. Ал туылған соң осындай сұмдыққа куә бола аласыздар. Өкінішке орай осылай туылған жануарлар ұзақ өмір сүре алмайды екен. Бірнеше сағаттан бірнеше күнге дейін ғана. Естеріңізде болса, екі басты әйел, яғни сиам егіздері туралы видеомда мынандай нәрсені айтқан едім. Әр бас өз жағындағы қол мен аяқты ғана басқара алады. Яғни оң жағындағы адамға сол жағындағы қол аяқты басқару өте қиын. Жануарларда да тура солай. Олар әртүрлі. Кейбірінің асқазаны ортақ, ал кейбірінде бөлек. Кейбірінде ортақ ми, ал кейбірінде екі бөлек ми. Кейбірі тек аяқпен біріксе, кейбірі денесімен, ал кейбірі тіпті мойнымен бірігіп кеткен. Сиам егіздері өсіп жетілген кезде адам болғандықтан бір-біріне сөйлеп, денені ұйымшылықпен басқарып, тіпті машина айдап кете алады. Ал жануарлар бір-бірін түсінбеудің кесірінен екеуі екі жаққа таласып қалады. Ал кейде олардың бірі екіншісін басқа жануар екен деп ойлап, оған шабуылдайды. Бірақ түбінде өзі де өледі, себебі олардың қан тамырлары ортақ. Олар ұзақ өмір сүре алмайды, бірақ тірі қалатындары да бар екен. Екі басты шошқа. Бұл екі басты шошқалар әлі ересек күйге жетпей жатып қиыншылықтарға кезікті. Олар тіпті өз анасынан сүт іше алмаған, себебі екі бастың салмағы екі есе ауыр. Олар өз басын көтере алмаған. Әрине қожайындары бұларға жақсы күтіммен қарауға тырысты, себебі осындай жаратылыстар жиі туыла бермейді ғой. Басқа шошқалар оларға әлімжеттікпен тиіскен екен. Дәл осыған ұқсайтын тағы бір шошқа басқа жерде дүниеге келген. Мына фотода дәл сол жануар. Ортадағы көз мүлдем көрмейді, себебі ол олардың ортақ көзі екен. Ал екі жақтағы екі бөлек көздері көріп тұр. Екі басты тасбақа. 2019 жылдың тамыз айында жағажайдан екі басты тасбақа табылған екен. Негізі теңіз тасбақалары көп жұмыртқа болып туылғанымен, олардың 1000-нан бірі немесе 10 000-нан бірі ғана тірі қалып, теңізде ересек күйге жете алады. Қалғандарын құстар, шаяндар немесе басқа да жануарлар аулап жеп қоюы мүмкін. Өкінішке орай, бұл тасбақа түзу жүзе алмаған, себебі оның аяқтарын екі бас басқарып отыр, ал олар бір-бірімен сөйлесе алмайды ғой. Оның өліп қалуына ешқандай себеп болмапты, сондықтан оны кері теңізге қарай жіберген. Әлі күнге дейін тірі және бақытты өмір сүріп жатқан шығар деп үміттенемін. Екі басты мысық. Негізі мысықтар әдемі болғанымен өте түсініксіз жануарлар, бірақ мынандай мысықтар одан да түсініксіз. Өте өкінішті, осылай шала туылған мысықтар ұзақ өмір сүре алмайды. Екі басты мысықтардың ішінде ең танымалы мынау. Есімі Фрэнкен Луи. Басы ортақ, көзі үшеу, екі мұрны және екі аузы болған. Соған қарамастан олар тамақ жеп, басқа мысықтармен ойнап өмір сүрді. Бірақ өкінішке орай, ортаңғы көз және оң жақтағы аузы мүлдем істемейді екен. Солай оң жақтағы мысық тамақ ішпегендіктен өліп қалуы мүмкін. Кесірінен екіншісі де өлуі мүмкін еді. Бірақ олар тірі, себебі олардың асқазаны мен ішегі ортақ екен. Сол үшін бір мысық тамақ жесе, екіншісінің де қарны ашпайды. 2014 жылы 15 жасқа келгенде қайтыс болды. Бірақ екі басты мысықтардың ішінде ең ұзақ өмір сүрген мысық болып, Гиннестің рекордтар кітабына енді. Екі денелі тасбақа. Тодри есімді жігіт осындай шала туылған егіздерді жинайтын. Осылайша 2011 жылы бір денеде қосылған екі тасбақа табылады. Сквирт және Краш есімді тасбақалар 6 апталық кезі еді және еш қозғалмайтын. Тодри оларды операциямен екіге бөлу керек деп шешті. Солайша мал дәрігерін операцияға көндірді. Бірақ операцияға дейін олар шыдамай өліп кетті. Өте өкінішті. Тодрейдің тағы бір тапқан жәндігі екі басты кесіртке. 2010 жылдың мамыр айында табылған. Кейде олардың бірі ұйықтап жатқанда, екіншісі басқа жаққа кеткісі келетін.
Осылайша ол ұйықтап жатқан бауырын сүйрейді. Ал ұйқыдағысы оянған соң, «Ей, қайда кетіп бара жатсың?» деп басқа жаққа жүгіріп кететін. Тағы бір проблема, оларда бір асқазан ба әлде екеу ме? Белгісіз. Егер бір асқазан болса, онда тек біреуі ғана тамақ жесе жеткілікті. Ал екіншісі ештеңе жемесе де тоқ жүреді. Бірақ екеуі екі түрлі тамақты жақсы көретін. Мысалы, Панчи жәндік ауласа, Лефти көкөніс жегенді ұнататын. Үлкен проблема осы. Ойлаңызшы, күні бойы аш жүріп, енді манты жейін деп жатқанда, біреу асқазаныңызды жұмыртқамен толтырып қойса ашуланасыз ғой. Дәл сондай конфликт бұл екеуінде де болды. Өкінішке орай бұлар да өмірден озды, бірақ басқаларға қарағанда олар өз өмірлерін толық сүрді. Екі басты бұзау. 2017 жылы фермада дүниеге келген бұзау бастапқыда таң қалдырған сірә. 4 көз, 2 ауыз болды, бірақ ортаңғы 2 көзі соқыр болған екен. Біреуіне сүт берсе, екіншісі де аузын жыбырлатып еметін. Соған қарағанда 2 басты басқарып тұрған бір ғана ми болған секілді. Тек тамақ беру кезінде ғана емес, тепе-теңдікті сақтау кезінде де оған көмек әрдайым керек болды. Оны езілген картоппен және құрғақ сүтпен күніне 3 рет тамақтандыратын. Басқа осындай жануарлар бірнеше сағаттан бірнеше күнге дейін ғана өмір сүре алса, бұл жануар 108 күн бойы өмір сүрді. Осыған ұқсас жағдай басқа жерде де болған. Бастапқыда егіз туған шығар деп ойлаған мен мынандай жаратылысқа куә болған. Иесі оған жұлдызша деп ат қойған екен. Бірақ 2 айдан кейін ол да өмірден өтті. Теңіз түбіндегі мынандай балықтарға қалай қарайсыз? Байғұс жануардың бірі екіншісінің астында, яғни төмен қарай өсіп кеткен. Және ешқандай денені басқара алмайды, өз еркімен жүзе алмайды. Тек үстіндегісі қай жаққа жүзсе, бұл да сол жаққа қарай баруға мәжбүр. Мұндай балықты кездестіруден де қорқыныштысы 2 басты акула. Шынымен де акуланың баласы 2 баспен туылған кездер болған екен. Дәл мына жануар да денесімен 2-ге бөлінген. Белден төмен мүшелері, яғни артқы аяқ және құйрықтың бірігуі ғана оларды ұстап тұр. Осының әсерінен олар да жүгірудің қиыншылығы туындаған. Соған қарамастан олар еш қиындықсыз жәндік аулап жей алды. Ең бастысы, кім бірінші жейтінін ақылдасса болғаны. Айтпақшы достар, 2 басты жыландар Қазақстанда жоқ. Тіпті бар болса да олар ұзақ өмір сүре алмайды. Сондықтан қорқудың қажеті жоқ. Досым, дәл қазір мына жердегі подписаться деген кнопканы басып, арнамызға тіркелуіңді сұраймын. Себебі осылайша 100 000 жазылушыға бірге жете аламыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.